Достар, қараңыздар, мынаған не айтасыздар? В Казахстане ожидается пик вирусной заболеваемости. Медики прогнозируют, что уже в декабре первая волна накроет страну. И потом уже начнется вторая волна. Вторая волна обычно у нас продолжает грипп уже тип Б. Медики советуют получать вакцину, говорят они. Соны көрдіңіздер ма? Декабрьде пик болатынын біліп отыр, январда екінші волна болатынын біліп отыр. Барлығын қайдан біліп отыр? Бұның бәрі әдейі жасалып жатқан зат емес пе? Сонда біздің алдында ауырдық, өтті дегені әлі ерте болып тұр. Достар, көрдіңіздер ма? Барлығы енді басталады деп жатыр. Пик декабрьдің соңына дейін болады деп жатыр. Сосын январда екінші волна грипп Б деп жатыр. Ковидтің кезде де осылай болды емес пе? Бірінші волна деді, екінші волна деді, сосын соңында вакцинаға келіп мәжбүрледі бүкіл халықты. Бұл да солай болайын деп келе жатқан сияқты. Сол кезде бізге жұмыстан коронавирустың вакцинасын алмасаңыздар, жұмыстан шығарамыз деп сонда условие қойды. Біздер екеуін алып алдық, екі вакцина алдық, китайский Синовак деген екеуін алдық. Сол екі вакцина алғаннан кейін денсаулығымызға реакция берді. Сол себепті мен қарсымын. Вакцина алудан мен түбегейлі қарсымын. Сол себепті достар, қазірден бастап аптекадан барып алдында айттым осы жерде флукап, флувир деген дәріні алыңыздар. Көрсетейін, біздер міне флукапты таппадық, бірақ мына энфлувир дегенді алдық. Осымен жаздық біздер. Бұл противовирусный препарат. Біздер кішкене кіші ұлымен кешігіп қалдық. Басында біздер бана ибуфен бердік, парацетамол бердік. 4 күнде жүріп қалдық, температура түсіре алмай. Сосын врач келді. Врач келгеннен кейін сразу бірінші очередь бізге мынаны жазды. Оны біздер алып қойған едік, бірақ берген жоқпыз. Дәрігердің назначениесімен береміз деп келдік. Осыны алыңыз флукап, лебесе флуверді алыңыз деді. Біздер алып қойдық деп едік, қайдан таптыңыздар? Бұл дәрі жоқ еді ғой дейді. Біздер алдынан алып қойдық, тез арада осыны беріңіздер деді. Ол бана кіші ұлыма осыны бердік. Аллахтың қалауымен бала жазылды. Балам ауырған кезде температура түспейтін, тамақ, жөтел. Даже ана тамағын да ішпей қалды ғой, тамақ ішпей қалды, су ішпей қалды бала. Сол жерде достар, сақтан жүріңіздер. Аурудың барлығы енді болады. Жаттап алыңыздар, қазір барып аптекадан алып алыңыздар. Біздер қанша қалдық? Бұны 6000 теңгеге алдық доставкамен. Жазып алыңыздар, iPhone болсын, Samsung болсын, iTech деп аталады. Сол жерге дәрінің атын жазасыз. Қай аптекада наличие бар екенін көрсетеді. Балаңыздың температурасы 1 күн, 2 күн түспей жатқан кезде әр ата-ана сасқалақтап қалады. Скорый шақырасыз, скорый келеді, сіз скорый алып кетеді. Инфекционный аппарат сізді. Инфекционный барған кезде коридордың бойында ылғи шырылдаған ана мен бала. Сол себепті айтамын, ауырған болса, үйден дәрігер шақырып, осының назначениесін алып бере беріңіздер үйден. Құрметті оқырмандарым, Алла тағала бүкіл жанұяны жаман аурудан, бәле желеден сақтасын. Осы видеомен бүкіл таныстарыңызбен, достарыңызбен, тума-туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Менің парақшама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.